Сәлем достар, бүгінгі күндеріңізге сәттілік, күндеріңіз көңілділікке, шаттыққа, бақытқа толы болсын. Қазір мынау көп адамдар өз жолымды таба алмай жатырмын, өзімді тапқым келеді, не істеймін, неден бастаймын, мен өз кіммін, өткен өмірімді білгім келеді, өлімнен кейін адамдар не күтіп тұр, өмірдің мәні неде, миссиям не деп көп сұрайды ғой адамдар. Енді ол оянып жатқанның белгісі. Бұл енді қазіргі кезде рухани ояну деп қатты айтылып жатыр. Әр адам әртүрлі сабақтар өткізуде, әртүрлі техникалар беруде, жер әлемде де неше түрлі қазіргі Қазақстанда да терапиялар, неше түрлі жобалар, әртүрлі адамдардың психология, мен жұмыс жасау, травма, әйтеу түрлі нумерология, сіздердің туылған дата, ай күндеріңіз неге сол кезде туылдыңыздар, неге олар қалай әсер етеді адамға, адам нені оқу керек, психосоматикалық аурулар, әртүрлі қазір білім көп жан-жақта. Бірақ нақтап келген кезде қазір тез білуге тиісті нәрселеріңіз не? Бұл өткен өмірде сіздің кім болғаныңыз маңызды емес. Ең маңызды нәрсе сіз осы туралы білімдерді білуіңіз керек, ізденуіңіз керек. Жай ғана бұрын біз тек қана елден естігеніміз бойынша, ата-анамыздан естігеніміз бойынша осы жан-жақтағы коллективтік адамдардың айтқан, жазған кітаптары енді көбінесе ары қарай біз ізденген жоқпыз, өзіміз туралы көп білмейміз, әйтеу ақша табу керек, баю керек, машина алу керек, үй алу керек, отбасы болу керек, бала туу керек. Сондай нәрселермен ғана адамдар жетістікті сол дүниемен ғана өлшеп, дүниемен бағалап келді, материалдық нәрселермен. Бірақ қазіргі кезде мүлдем басқа, қазір мынау сананың эволюциясынан өтіп жатыр. Қазір адамдар өте маңызды кезеңде тұрмыз, қазір өтпелі кезең. Бұл кезеңнің мәнін түсініп жатқан адамдар бар, мәнін түсінбей жатқан адамдар бар. Бірақ түсінбей жатқан адамдар енді әрине қиын оларға өз-өзін алдап өмір сүре береді. Бірақ бұның барлығы уақытша. Өз-өзіңді қанша уақытқа дейін алдайсың, қанша уақытқа дейін сен таң аттырып, кеш баттырып өмір сүрдік. Біз осы уақытқа дейін қаншама ғасырлар бойы өстіп өтіп келдік. Өткен өмір туралы айтса, қазір көп адамдар сенбейді. Сіздің өткен өміріңіз, бұл сіздің дамуыңыз, өсуіңіз, әр сіздің жаныңыздың опыты, есеюі, шыңдалуы, шынығуы, дәл қазіргі адам өзіңіз қандай адамсыз, сіз кімсіз, санаңыз толысқан ба? Сіз не үшін келдіңіз өмірге? Не үшін осындасыз? Не үшін өмір сүріп жүрсіз? Құдай деген кім? Жаратушы деген кім? Мысалы, сіздер айтып жүрген бәрі әртүрлі. Алла деген кім? Не үшін біз Құдай, Алла деп бір нәрсе болса бәрін соған сүйей береміз? Болмаса тозақтан қорқып келдік. Өлгеннен кейін не күтетін адамдардың бәрі, көпшілік адамдар өлімнен қорқады. Өлгеннен кейін бітті дейді. Қатты қайғырамыз, бір адам кетіп жатса. Және болмаса бұл өмірде әділеттілік жоқ деген нәрселерді көп айтады адамдар. Әділетсіз, қазір ақшамен сатып алады бәрін деп біз көбінесе жан-жақта билікті кінәлаймыз, адамдарды кінәлаймыз. Сөйтіп қазір қарасаңыздар да көп адамдар әлі сондай санадан, коллективтік санадан шыға алмайды. Біреуді қара десе бәрі жабылып қара дейді, ол жаман дейді. Қарғайды, жылап, еңіреген замандардан негізі өтіп кеткен едік. Олардың бәрі ескі дәуірде болған, жылаған, аштық, шырылдаған бала, зарлаған ана. Сондай жылауық кезеңдердің бәрі өтті, қаншама қиын қыстау, қаншама азапты күндер барлығы артта қалды деуге болады. Қазір біз соның барлығының мәні неде, себебі неде, ол не үшін олай болды? Ал неге сондай әділетсіздіктер орын алып жатыр? Не үшін? Деген сұрақтарды біз өзімізден ізденген жоқпыз. Өйткені бүкіл сіз дүние жүзіне барып миллион кітап оқысаңыз да, миллиардтаған кітаптарды оқып келсеңіз де, жауап тек қана басқаларды емес, ешкімде емес, тек қана сіздің өзіңіздің ішінде.
сіздің жүрегіңіздің түкпіріне жасырынған барлығы сіздің ДНК-ңызда тұр. Өткен өмірде сіз бәрі болдыңыз. Қазір сіз кінәлап жатқан, қазір сіз күліп келе кетіп жатқан, қазір сіз біреуді кінәлайсыз, біреуді жазғырасыз, біреуге күлесіз, келе кетесіз, болмаса біреуді қарғайсыз. Соның бәрі өткен өмірде барлығы болдыңыз. Адам болып өмірге сіз тек қана аспаннан салбырап түсе салған жоқсыз, болмаса анаңыздан толасап сіз ақылды болып кеткен жоқсыз, болмаса сіз бүйтіп бәрін біле қойған жоқсыз. Бәрі сіздің памятыңызды жерге келген сайын, әр келгенде сіздің памятыңызды өшіріп тастайды. Жерде сіз өзіңіз табасыз, ізденесіз. Әр келген опытыңыз, ол әр келген өміріңіздің барлығынан сіз сабақ алып қайтасыз, опыт аласыз. Енді қазіргі кезде біз мынау қиямет күні жауап бересің деп айтады ғой адамдар бір-біріне. Сол қиямет күні қазір, осы сәт. Осы қазіргі кезде переход кезі, өтпелі кезең деген, осы өтпелі кезеңнен қазір адамдар өтіп жатыр. Бұл сүзгіден сүзіліп жатқан. Бұдан енді өте аз мөлшерде адамдар өтуі мүмкін. Себебі әлі де адамдардың көбі түсінбей, әлі коллективтік неде, ескі дәуірдің санасы, ескі жүйе, ескі бағдарламамен өмір сүріп жатыр. Өзінің өзгерткісі келмейді, өзінің энергиясын, өзінің дүниетанымын, өзінің мінезін өзгерткісі келмейді көп адам. Сол жүре бергісі келеді. Соған сондай болған біреулерді айыптау, кінәлау, бәрін бірнеңеге жаба салу, Құдайға жаба салу, қоғамға жаба салу, үкіметке жаба салу, болмаса біреуді кінәлай салу өте оңай. Сондай зона комфортадан шыққысы келмейді. Бірақ өзі туралы ешқашан ойланбайтын адамдар да өте көп. Сол себепті қазір оянып жатқан адамдар өте аз. Бұрынғыдан көп, енді бұрынғыдан әлдеқайда көп. Бірақ та енді сол туралы сіз нақтырақ білем десеңіз, өзіңіз кімсіз, өлімнен кейін сізді кім күтіп алады? Өлім деген не? Жалпы адамдар сол туралы сұраудан да қорқады, өзіне сұрақ қоюдан да қорқады. Құдай деген ұғымды қалай түсінеміз? Мысалы, Құдайға біз қалай жақындаймыз? Қаншалық сіз Құдайға жақынсыз, сіз соншалық осы тылсым әлем, ғажайып әлем, осы қазіргі мынау ғұмырдан кейін ғұмыр, өткен өмір, өткен өмірде сіз қандай нәрселер болды, қазіргі сәтте сіз нені түсінуіңіз керек, не оқуыңыз керек, қазір не үшін келіп отырсыз? Рух деген кім? Рух ол өлмес, мәңгілік дейді. Ал сіз оны қалай түсінесіз? Сол туралы толығырақ ақпараттарды біліп, кітап оқып, жан-жақты дамып, өскім келеді дейтін болсаңыз, бізде өте көп ақпараттар береміз, және де бізде осы тылсым әлеммен өзіңіз жаратушымен қалай байланыс, тәлімгеріңізбен қалай байланыс жасайсыз, сол туралы, және өзіңіз кімсіз, миссияңыз не жерге келгендегі анығырақ білгім келеді, өзімді түсінгім келеді. Карма деген не, жан-жақты адамдар не үшін қазір қандай алай-дүлей болып жатыр? Бұның барлығы сенің ішкі әлеміңде болып жатқан нәрселер. Сен оны сезініп босатуың керек еді. Ол туралы сен көбірек нәрселерді білуің керек. Соған біз қатысты білімдерді беріп жатырмыз. Алам десеңіздер, келсеңіздер болады. Бағасы өте қолжетімді, және де кітаптарды да біз 1000 теңгеге өте көп маңызды деген сізге қазір нақты керек кітаптарды оқып, аудио кітаптарды беріп жатырмыз. Ал енді сабақтар бізде, менде техникалар өте көп. Сабақтар сіздің өзіңізді сезінуге, өзіңіздің кім екеніңізді түсінуге, өзіңізге қалай сұрақ қоясыз, сіз кімсіз жалпы. Сол туралы анығырақ білгіңіз келсе, өте көп медитациялар беріледі. Және өзіңізді тазартып, сондай бір қиын денеңізді ауыртып жатқан әртүрлі мәселелердің барлығын босатқыңыз келсе, осындай ауыртпалықтардан құтылып жеңіл, өзіңізді еркін рух ретінде, жан ретінде өте керемет жарыққа шығып, бүкіл әлемді самғағыңыз кеп,
бақытты өмір кешірем десеңіз, жаңа дәуірде жарық өмірге қарай жүремін, жаратушымен байланыс жасағым келеді десеңіздер, ондай болса мен сіздерді маған жазылуларыңызды және де техникалар алғандарыңызды қалаймын, және де сіздерге көмектесе аламын.